Бүгін тарихи күн. Себебі 3 жылдан бері оқып келе жатқан Бақара сүресін бүгін аяқтайын деп отырмыз. Бастапқыда 1-2 аят, 2-3 аяттан оқыдық. Сөйтіп бір беттен, кейін 2 беттен тұрақты түрде жалғастырып келдік. 3 жыл бұрын бастаған екенбіз Бақара сүресін тәжвидпен баяу оқуды. Бүгін енді Алланың қалауымен соңғы бетін оқиын деп отырмыз. 283-286 аяттар. Білесіздер, Бақара сүресі Құранда ең ұзын сүре. 286 аяттан тұрады. Және біз алдыңғы видеода ең ұзын аятын оқыған едік сол Бақара сүресінің ішіндегі. Ол 282 аят. Толық бір бет алады. Одан кейін Али Имран сүресі басталады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Енді әдеттегідей осы аятты талдап шығайық. Қандай тәжвид ережелері бар, қалай оқуымыз керек дегенде. Уәин деген кезде екеуінің ортасы ихфа болады. Ұстаймыз, нунды, сүкінді нунды жасырамыз. Уәин деп. Мына жерде де солай. Кунтум сүкінді нуннан кейін та келген үшін сүкінді нунды жасырамыз, әрі ұстаймыз. Одан кейін аля дегенде бір алиф мөлшерінде созамыз. Сафариу кәсіра тәнвиннен кейін вау келген үшін идғам мағалғуна жасаймыз. Ин деген кәсіра тәнвинді иу деп вауға кіргізіп жібереміз. Уәләм тәжиду кәтибән. Мына жерде ортасы екі сөздің ихфа болады. Себебі фатха тәнвин екен. Мына бетте фә келген үшін тәнвинді жасырамыз. Кәтибән деп. Одан кейін фариханум екеуінің ортасы дамма тәнвиннен кейін мим келген үшін бізде идғам мағалғуна болады. Яғни ун деген тәнвинді деп ұстаймыз, әрі мимге кіргізіп жібереміз. Фәин деген кезде мына жер ортасы исхар, себебі ашық оқимыз. Бә'дукум ортасы мимнің халдерінен екеуінің ортасын ұстаймыз. Бә'дон ихфа худы созамыз. Валиттақиллаха раббах ولا تكتموا الشهادة ومن идғам мағалғуна فإنه қызыл ерелек сызық дегеніміз 4 алиф, яғни 5-6 секунд мөлшерінде созамыз. Асимун алиф созылады бір алиф мөлшерінде. Асимун ортасы ихфа, ортасын ұстаймыз, тәнвинді жасырамыз. Валлаху бима та'малуна алим. Келесі аят. Лиллахи ма фис самауати. Лиллахи ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر
لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. Аятты басынан аламыз. Лиллахи деген кезде Аллах сөзі бір алиф мөлшерінде созылады. Ма фис самауати. Мим мен о бірдей созылады дедік. Одан кейін доттың махражы біз тілімізді оң жақ немесе сол жақ азу тістеріміздің үстіне қойып қаламыз. Уа ма фил ардо деп қалқала жасамаймыз. Уа ма фил ард болды. Тұйықтап қоямыз. Тілімізді апарып қойып қоямыз болды. Уа ма фил ард болды. Уа ин деген кезде ихфа ортасы тубуду дәл созамыз. Мына қызыл ирелек сызық 4 алиф мөлшерінде соз деген мағына, яғни 5-6 секундтай созамыз. Мына жерде ихфа бар. Анфусикум тухфу ху созылмайды. Себебі өзінен алдыңғы қарайтын харекесі жоқ. Юхасиб мына жерде бә қалқала ортасы мимнің халдерінен ұсталынады. Фаяғфиру лиман яша идғам мағалғына ортасы ирелек сызық 4 алиф мөлшерінде созу. Мына жерде де майяша идғам мағалғына. Валлаху бір алиф мөлшерінде созылады. Кулли шайин ихфа. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن ألفت бір алиф мөлшерінде созамыз. Расулу синді созамыз. Бима мимді 4 алиф мөлшерінде созамыз. Унзила ихфа ортасы. Илайхи хи созылмайды. Мир роббихи идғам билағына, себебі нонды оқымай роға кіргізіп жібереміз. Хи созамыз роббихи дегендегі себебі өзі белгі тұр, әрі өзінен алдыңғы әріптің харекесі бар болғаны үшін. Куллун амана ортасы изхар ұстамаймыз, ашық оқып кетеміз. Амана биллахи ва малаикатихи хилар созамыз, өзінен алдыңғы әріптің харекесі бар болғаны үшін. Ла нуфарриқу ләмді созамыз міндетті түрде бір алиф мөлшерінде. Байна хадим идғам мағалғына мир русулих тоқталған үшін хиді созбаймыз. Мынау соңдағы нә деген жалғауды міндетті түрде созамыз. Бұл араб тілінде көпше түрде біз деген мағына білдіреді. Сами'на деп оқып кетсек, ол мағынасы уже басқа болып кетеді. Сами'на біз естідік дейді. Ва ату'на мойынсұндық. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
علينا إصرا كما حملته إصرا كما حملته على الذين من قبلنا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا معنى يغلب خميمس لامد سوزام استيقنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هو يتطلعت بوسق لا يكلف الله نفسا ورتسي إسخار لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا نقص غير يكسستن بارة ترتلف مشردس وزادة ربنا ولا تحمل علينا إسرا ورتسيخفا حملته هو صزادة من ورتسيخفا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت ورتسيخفا مولانا فان وجد يغفر على القوم الكافرين من تبصر شي يمسبن من مفسر يمسبن تبصر لبس در يمانس айталмайм бірақтан сәжде кезет қосымшасына кірсеңіздер құран бөлімін жүктеп алатын болсаңыздар мынау аяттардың қазақша мағынасын оқи аласыздар صدق الله العظيم